Сәлем шебер ханымдар. Қазір міне қалған осы жерді біз тоқитын боламыз. Ол үшін бізге леска қажет болады. Қатты ұзын емес, бір 40-50 см леска жеткілікті. Бірінші мойшағымызға лесканы кіргіземіз. Үстіңгі жақтағы лескамызға 2 мойшақты алып, астыңғы жақтағы лескаға 1 мойшақты алып, петля жасап, қайтадан әдеттегідей тоқимыз. Мінеки. Тартып қоямыз. Көрдіңіздер, бұл жерде біздің мойшақтарымыз фермуарға ілінбеген, бекітілмеген. Ал енді бұл жерге біз суретімізді аяқтау үшін үстіңгі лескаға 1 мойшақты кіргізіп, қарама-қарсы тұрған мойшағымызға лесканы өткіземіз. Міне. Көрдіңіздер, енді бұл суретті бізде аяқтау үшін оң жақтағы қолдағы лескаға 1 мойшағымызды енгізіп, петля жасаймыз. Сол жақтағы лескамызды петляға кіргізіп, қатты-қатты тартып қоямыз. Қатты-қатты тартамыз. Тартып алайын қазір. Көрдіңіздер ме? Тартқан кезде бұл жер бізде жиырылып қалды. Бұл жерде бізде бос. Енді сол жақ қолымыздағы лескамызды жанында тұрған мойшақтарға кіргізетін боламыз. Менде бірден 2 мойшаққа ілінді, және астындағы мойшақтарға кіргіземіз. Осылай. Енді оң жақтағы мойшағымызды да жаңағы астында шыққан лескаға жақындатып кіргіземіз жанымыздағы мойшақтардан. Енді сол лескамыздан біз петля жасап, қайтып 1 мойшаққа қайта кіргіземіз да, петлямызға сол жақтағы лескамызды кіргізіп, қатты тартамыз. Қатты тарту керек бұл жерде. Бұл жерде қатты тартқанда бізде ана жерде жұлдызша сияқты сурет шығу керек. Мен қазір тартып алайын. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Тартқан кезде мойшақтарымыз жиырыла кетті. Бұл жиырылған жер бізге ертең осы фермуарды жапқанда қажет болады. Яғни фермуардың жабылғанына әсер етеді дегенім ғой. Неке қараңыздар. Тартып алған қатты. Мінеки тартылды. Осы жерде жұлдызша суреті шықты. Енді біз мына лескамызға закрепка жасаймыз. Алдыңғы сабақтарда закрепка жасауды көрсеткен едім. Мінеки қараңыздар, болды. Тартып қойып тоқыдым, закрепка жасадым. Енді біз сөмкеміздің астыңғы жағын тоқитын боламыз. Ол үшін фермуарды біз мінеки осылай бұрышынан басатын болсақ, қырлары өздері шығады. Қыр шыққанда біз санап теңестіріп аламыз фермуарымыздың мойшақтарын. Қараңыздар, мінеки. Менде көрдіңіздер, қыр шықты. Сол қыр шыққаннан бізге көлденен және тігінен тұрған 1 мойшақтан біз лескамызды кіргіземіз бір-бірден. Мінеки. Лескамызды теңестіреміз. Мен бұл жерде ұзын леска алдым. Себебі бұл астыңғы жақ болғаннан кейін қайта закрепка жасағым келмеді. Леска болғандықтан кішкене шатасып отырмын осы жерде. Мінеки. Түзетіп алып, теңестіріп алу керек. Сіздер бірінші рет тоқығаннан кейін енді қысқа да алуға болады. Бірақ закрепкамда үзілмейді негізі. Сонда да мен өзім сол эстетика жағынан қайта үзілмейтіндей осылай ұзынша қылып 2,5 метрден қылып алдым ғой. 2 жағы 2,5 метрден болды менде. Мінеки. 2 мойшақтан бірінші кіргіземіз. Себебі бізде 2 мойшақ
Ол сөмкеміздің өзінде қырында бар, иә. Енді қараңыз, петля жасаймыз. Петля жасап алдық. Жаңағы астыңға қалып қойған лескамызды кіргіземіз әдеттегідей. Мінекей, қараңыздар. Тартып аламыз. Бұл жерде бізде сөмкеміздің астындағы бірінші төртбұрыш пайда болды. Міне. Енді жаңағы астынан сол жақ қолымызға шыққан лескамызды біз жанында отырған мойшаққа кіргіземіз. Бұл міне біздің сөмкеміздің шеттерін тоқыған кезде болған операция дәл солай ары қаратай жалғастыра береді. Соңғы мінекей мойшаққа келген кезде, соңғы қатарға келген кезде, көрдіңіздер ме? Әлгінде біз қалған тесікті тоқып едік қой, 3 мойшақты қалдырғанда, 4-ші мойшаққа салып, суретіміз аяқталмай тұрғанда, осы жерде дәл солай мінекей жасаймыз, көрдіңіздер ме? 3 мойшақ бар, 1 мойшақ жетпей тұр. Ол үшін біз сол жақтағы лескаға 1 мойшақты кіргізіп, петля жасап, оң жағымыздағы лескамызды кіргізіп, тартып аламыз. Мінекей. Осылай тартамыз, қатты тартып аламыз. Міне, біз сөмкеміздің астыңғы бірінші қатарын тоқыдық. Енді екінші қатарға көшу үшін бағана жасалған операциямызды қайталаймыз. Бізде 2 мойшақ бар. Міне үстіңгі көлденең 1 мойшаққа кіргіземіз лескамызды. Сонда бізде 2 мойшақ шығып тұр. Міне. Енді үстіңгі лескамызға 2 мойшақты алып, петля жасап, астында қалған лескамызды петляға кіргізіп, бағана жасадық қой біз бірінші қатарда тоқығанда, ең бірінші 2 мойшақ енгізген. Дәл сол операция қайталанады. Яғни әр бұрылыста осы операцияны қайталап отырасыздар. Мінекей. Тартып аламыз қатты. Міне. Мінекей. Дәл осылай қайталап тоқып тастаймыз. Барлық. Мінекей мен тоқып болдым. Қараңыздар, аяқтадым. Енді ал фермуарымызды жауып көрейік, қараңыздар. Мінекей. Астынан кішкене көмектесеміз. Әрине бірінші рет жабылғаннан кейін кішкене ауырлау болады. Ал жаптық, мінекей. Әдемі, тамаша сөмке дайын болды. Мінекей. Осындай 2 сөмке тоқыдық.